үйдің іші деген бар, қоғамдық орта деген бар. Менің ойымша енді технологиялық тұрғыдан енді қазір енді пиқылдатып жатады, басқа айтып жатады. Қоғамдық ортаға ондай шықпау керек. Қанша жерден ол мода болсын, хайп болсын, бірақ енді қанша дегенмен мәдениет сияқтау. Енді біз енді жұрттың көзінше сіңбіріп жатпаймыз. Сізге сұхбат беріп жатырмын ғой. Басқа да өзіме қажетті физиологиялық басқа мәселелерді мен сіздің алдыңызда атқарып жатпаймын ғой. Ол үшін арнайы бекітілген орындар бар. Сол сияқты жаңағы боғауыз айту, басқа деген сияқты, ол да ең алдымен адамның ішкі мәдениетін қажет етеді. Екінші қоғамның талғамын қажет етеді. Яғни қазір әндерге боғауыз сөз қоспау керек деп. Қоспау керек деп ойлаймын. Иә. Жоқ, оны үй ішінде өзіміз отырып, екі досымыз отырып, гитарамен өлең айтсақ, ол бір әңгіме. Бірақ енді Яғни ол сіз өзіңіз отырған кезде боқтауға болады, ал басқа әнші жаңағыдай боғауыз. енді өмірде неше түрлі жағдай болып жатады ғой. Аяққа балға түседі дегендей, саусағым отқа күйіп қалуы мүмкін. Бірақ үйдің іші болған кезде ол жарайды. Сіздің ойыңызша қандай жаза беру керек жалпы, егер сондай келешекте әндер? Ең алдымен қалай болғанда да ол қоғамдық мәселе, қоғамдық сананың өзінің ішкі дайындығы, соны қабылдамауында және қоғамдық пікір арқылы сондай тірлікпен айналысатын адамдарды түзеп отыру. Енді бізде қазір жоққа шығару мәдениеті деген бар, фактор отмены дейміз ғой. Сол сияқты мәдениет арқылы тәрбиелеу, кешірім сұрату. Енді кем дегенде. Енді оны үлкен кәдімгідей кәсіпке, хайпке, бизнеске айналып жатса, онда бізде әкімшілік кодексте тиісті баптар бар. Азаматқа айыппұл салуға болады. Өрескел бұзып жатса қылмыстық бағытқа ауысып кетуі де ықтимал. Соның ішінде соңғы кезде біздің жастар өте көп подкасттар жазады, немесе әртүрлі бір сұхбаттарды өткізеді. Сол сұхбаттардың өзінің ішінде осы сөздерді өте жиі қолданады. Және әртүрлі қимылдар жасап отырады. Соның ішінде мен байқаймын, өте оқыған, тоқыған, бір көзі ашық азаматтардың да сондай нәрсе істеп отырғаны көңілімізге қаяу түсіреді. Және біздің жас буындар оларды көргеннен кейін оларға еліктегіш келеді ғой. Олар себебі инфлюенсерлер, олар блогерлер. Сондықтан бұл тұрғыда менің пікірім кері.